Жаздың аптап ыстығы демалыс пен серуенге қолайлы уақыт, бірақ күннің астында көп жүру денсаулыққа аса қауіпті. Армысыздар менің YouTube тыңдармандарым. Бүгін біз күн өту деген не, оның белгілері қандай және қалай сақтану керек екендігін талқылаймыз. Каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыз. Бұл ақпарат әсіресе балалар мен қарт адамдар үшін маңызды. Күн өту дегеніміз күн астында ұзақ жүру салдарынан дененің қызып, жылу реттеу жүйесінің бұзылуы. Ол көбіне тікелей күн сәулесінің әсерінен болады. Күн өтудің белгілері: бас ауруы, әлсіздік, жүрек айну, тері қызарып құрғап кетуі, дем алудың жиілеуі, дене қызуының 39-40 градусқа дейін көтерілуі, естен тану немесе шатасу. Күн өткен адамда дәл осы белгілер байқалса, тез арада алғашқы көмек көрсетіңіз. Бірінші, зардап шегушіге қолайлы жағдай жасау. Көлеңкедегі салқын жерге апарып, белдігін, жағасын, галстугін, аяқ киімін шешіңіз. Желдеткішті немесе кондиционерді қосыңыз. Болмаған жағдайда қолдан желдеткіш жасаңыз. Ағзаны тез салқындату. Зардап шегушіні салқын ваннаға апарыңыз немесе дымқыл орамалмен ораңыз. Жылып кеткен орамалды ауыстырып отырыңыз. Басына, алақанына, шабы мен қолтығына мұз немесе дәрі қобдишасындағы термопакетті салу керек. Бұл жағдайда мұздатқыштағы көкөністі де пайдалануға болады. Адам ағзасын кем дегенде 38-де 5 градусқа дейін салқындатсаңыз, ары қарай өзі күресетін болады. Зардап шегуші жоғалтқан сұйық мөлшерін қалпына келтіру. Минералды сусын, дәрі қобдишасындағы арнайы ұнтақталған тұзды ерітінділерді, мысалы регидрон, ішу керек. Қажет болған жағдайда қолдан дем алдыруға және массаж жасауға дайын болыңыз. Жаныңызда аммиак ерітіндісі болған жөн. Жәбірленушіге аса қауіп төніп тұрмаса да ауруханаға жеткізуіңіз немесе 103 қызметіне қоңырау шалуыңыз қажет. Күн өтудің алдын алу жолдары: арнайы бас киім, панама, кепка киіңіз. Сағат 11-ден және кешкі сағат 5-ке дейін күннің астында көп жүрмеңіз. Суды көп ішіңіз. Ашық түсті жеңіл киімді таңдаңыз. Демалыс орнында көлеңкеде отыруға тырысыңыз. Күн өту ойнап жүріп байқалмайтын, бірақ денсаулыққа өте қауіпті жағдай. Өз денсаулығыңызға мұқият болыңыз, әсіресе жаз айларында. Денсаулық ең басты байлық. YouTube арнама жазылып, пайдалы кеңестерді бірге үйренейік. Сіздермен бірге болған дәрігер-нутрициолог Динара.